Facebook пен YouTube ата жұртты қайтадан қыса бастады. Міне бір айдың ішінде Facebook'те 2 аккаунтым бұғатталды. Ашық тұр, бірақ кіре алмаймын. Кіру мүмкін емес дейді. Өз телефоныммен, өз поштаммен тіркелгем. Жаңағы тексеруші кодты, confirmation кодты жіберде поштаға жазамыз, телефон нөмір жазамыз, келмейді. Кіру мүмкін емес болып тұр. Бұл бір. Екіншісі, YouTube кеше 7 видео сөйлеп салдым. Оның тек 2-еуі көрінеді, 5-еуі көрінбейді. Артынан 3-еуі көрінетін болды. Көрінетіні 1-еу қосылды, 4-еуі көрінбей тұр. Ал қызық болғанда бұндай құбылысты ғалым Рақжанов айтады. 18-19 жылдар солай болды дейді. Жұрттар видео арыз беріп, менің арызым жоқ қой дейді. Ол менен көрініп тұр дейді. Кейбіреулерден көрінеді дейді. Ал олардың өзінен көрінбейді. Сосын міне сенің арызың деп сілтемесін тауып жіберсең, сілтемені шертсе көрінеді дейді. Ал сілтемесіз ата жұрттан тікездесе көрінбейді дейді. Яғни YouTube'те, Facebook'те бұлар әбден тойған бізді бұғаттаған сайын YouTube былтыр бұғаттаған кезде 3 күнде 400 медиа жазғанда YouTube жаңағы аң-таң болып отыр ғой, мына не сұмдық, не каналды бұғаттап қойдық деп. Содан кешірім сұрап отырып қалпына келтіруге мәжбүр болды. Facebook'те солай. Facebook бұғаттайды, бұғаттаған сайын медиа шулатамыз. Facebook'тың жаңағы бұның бәрі оған минус болады. Оның жаңағы Қытайшыл саясаты әшкере болып қалады. Енді содан бұлар алгоритмдерін өзгертіп, бізді қысып, осындай отырсақ опақ, тұрсақ сопақ, жатсақ жалпақ қып жіберетін арамызға қулыққа көшті. Сөйтіп, өз аккаунтымызға өзіміз кіре алмай тұрмыз. Ал Facebook'те сөйтті, міне 2 аккаунтқа кіре алмай қалдық. Ал YouTube'те салған видеомыз тек 100 адамның ішінде 10-на көрінеді, 90-на көрінбейді. Мысалы, 7 видеоның 3-еуі көрініп тұр, 100 адамның 100-іне. Ал ол 7 видеоның жаңағы 4-еуі 100 адамның 90-на көрінбейді, 10-на көрінеді. Міне алгоритм деген осылай жасап қойды. А Facebook басы бүтін біз кіре алмайтын қылды. Енді бүгін тағы да латын жазуымен, латын таңбасымен Серікжан Біләш деп тағы біреуін аштық. Оның ана бұрынғы латын жазуындағы Серікжан Біләш деген аккаунттан айырмас. Мына қазіргімде мына артымда анау бомбалаушы ұшақ, жойғыш ұшақтың суреті тұр. Бұл енді сол белгі, фотосы ұқсамайды. Енді бұның барлығы неден? Аяқ астынан неге бұлар бізді қыса қалды? Қазақ пен Қытай ымыраласып, міне теңсіз, әділетсіз келісім шарттар жасап жатыр. Қазақтың тәуелсіздігін Қытайға сатқалы отыр мына Назарбаев Тоқаев системасы. Енді осы әділетсіз, теңсіз келісім шартқа кім қарсы тұрып жатыр? Біз қарсы тұрып жатырмыз. Біз қарсы тұрғанда халықты ереуілге шық, жеке пикет өткіз, наразылық өткіз, үйіңде отырып, көшеде отырып, наразы екеніңді айтып, видео түсір деп жатырмыз. Енді осы сөзіміз міне халыққа жетті, видео үндеулер шығып жатыр, әлеуметтік желіде наразылық басталып кетті. Міне, анау төменгі палата қабылдап қойған мәжіліс, енді жоғары палата сенат қабылдағалы жатыр. Енді осының барлығы нені білдіреді? Қазақ қоғамы көтеріліп кетеме деп шошып отыр. Сонымен Қытай мен қазақ билігі астасып, анау Facebook пен YouTube-тың админдерімен келісіп отыр. Оларға қанша миллион төледі біз білмейміз, бірақ кем дегенде оларға жеке админдерге төлегеннің сыртында админ емес, ең жоғары қожайыны шешеді оны. Олар біздің WhatsApp группада оны админ болса, оны жеке-жеке шешетін шаруа емес. Енді олар Қытайдан тіке тапсырыс алып отыр. Қандай тапсырыс? Жарнамадан тапсырыс түседі. Мысалы, YouTube-ке Қытайдың ұлттық компаниялары миллиардтап доллар жарнама береді. Facebook'ке де Қытайдың компаниялары миллиардтап жарнама береді. Егер сен біздің талабымызды орындасаңыз, онда сізге төлейтін жарнаманың ақшасы мынша пайыз асады дейді. Бітті. Оның бәрі тонна доллар деген сөз. Әңгіме қайда жатыр? Тура мына біздің Қытайға қарсы күресіміз шырқау шыңына шыққан кезде, міне біздің бір айдың ішінде 2 аккаунтымыз бұғатталды. Бүгін міне латын жазуындағы Серікжан Біләшұлы деген аккаунт міне бір ай қызығын көрер көрместен міне мүттәйім кетті. Қыршыннан қиылды.
Қайтадан бір аккаунт аштық. Енді оған 5000 дос қосылып, оның ішінде ол қазағының бәрі бірден естіп хабарланып, әгде дос болмаса да ана лайк дегенді басып, ана менің парақшамның ішіне кіріп, ана жерде лайкты баса, сіздің желіден, сіздің лентадан шығып тұрады. Оны біздің қазаққа үйрету деген енді, ол енді ғарышқа ұшқаннан кейін. ютубтың бұлай қинап қоюы да осыдан. Сондықтан бұл мәселенің мәні мен мағынасы осында. Жаңағы қосарлап шауып, жандай шауып, мынау тақиялы шайтанмен Жербол осы тақырыпты көтеріп жатыр екен. Көтере берсін. Жерболға да, тақиялы шайтанға да өзін Еуропада енді саяси күрескер қылып сомдап, образдап көрсету керек. Олай істеген өте дұрыс, істесін. Себебі біз оларды Қазақстанда жазалай алған жоқпыз, бірақ Еуропада жазалаймыз. Жазаның сұмдығын көрсетеміз оларға. Бірақ біздің мақсат қазір біреуді жазаламау емес. Біздің мақсат, біз Қазақстанды Қытаймен болатын осы теңсіз келісімшарттардан бас тартқызу. Осыған бүкіл халық болып наразылық таныту керек. Сен тымпиып тыныш жатсаң, халықара назар аудармайды. Сен наразы болып, үйде үндеу тастап, ереуілге шығып, туыс-туған болып үндеу тастап, басқа тақырыптың бәрін қайырып қойып, осы теңсіз келісімшартқа қарсы болсаң, мықты пысық жігіттер барып 15 күннен қамалсаң, видео конференция, баспасөз мәслихаттарын дөңгелек үстелдер өткізсең, ақпараттарға шығарсаң, батыс медиасына жарияласаң, сонда батыс назар аударады. Мына қазақтың жігіттерін айтам, 15 күнге қамалғаннан қорықпай, наразылық шерулерге шығыңыздаршы плакаттар алып. Ол 15 күн жатып шыққаннан жаман болмайсыңдар. Мына Америкаға, Еуропаға қашып барып, ойбай Секе аға, бәлен ақша берейік, бізді саяси белсенді деп еді деп, куәгерлік жазып беріңізші деп мені қинағанша, мені өтірік жазуға жаңағы көндіреміз деп қиялдағанша, 15 күн қамалыңдар, бітті, саяси белсендісің. Қамалмайсыңдар мен, еркек тоқты құрбандық. Анау қапарағат Фейсбукте мен бір постыма комментарий жазып, анау қаңғып жүрген қалың қашқын пысқындар мына Еуропа, Америкаға қашатын. Соларды жаңағы 15 мың, 20 мың доллар жұмсағандарын, жолға шашқандарын лекциямды айтсам айтады. Солар дейді жаңағы 100 теңгені саяси белсенділердің айыппұлын төлеуге де қимайды дейді. Бірақ Америкаға жетуге 15 мың, 20 мың доллар шашады дейді. Дәл дөп сөз ғой. Міне, бейшаралық сол, қазақтардың бейшаралығы. Солар бар ғой, 15 мың долларда ана делдалдарға, арамза сұмырайларға шашып, Америкаға жетіп, жанын шүпірекке түйіп, тауасып, тас басып, крокодил тымсақпен алысып, батпаққа, балшыққа батып кету, құйға батып кету қаупіне қарамай, тесік-тесік, шұқыр-шұқыр көпірден жүріп, анау жаңағы толқыннан толқынға секіретін, секіргенде аспан құшып кете жаздайтын кемелерде, анау кокаин, героин шегіп алған сүмелектердің кемесінде отырып, 5 адамдық көлікке 10 адам отырып, міне, сөйтіп КамАЗдың төбесінде сөйтіп жан таласып Америкаға жетуге 15 мың, 20 мың доллар шашады. Мына ұлт үшін күресіп жүрген белсенділердің кем дегенде мына сұмырай биліктен айыппұл, әкімшілік айыппұл салған ақшасына 1000 теңгесін атамайды. Құдай әділеттей. Сен сондай арамза қалқысың, Сен сондай қорқақ, жалтақ қалқысың, Жаңағы өзіңше жаңағы ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүргің келеді. Құдай саған осындай сор беріп қояды ғой. Құдай бар ғой, ешкімнің қақсын жемейді. Күрескен, тура сол үшін жапасына шыдаған халықтарға міне жақсы өмір сыйлап отыр. Өзі жалтақ, өзі қорқақ, өзі бос сөзді, өзі табансыз, табанның бүрі жоқ, сөзінің байламы жоқ, аузының тәтуасы жоқ, ісінің берекесі жоқ халыққа, үй салмайтын, ақиқат үшін күрес алмайтын халыққа осы сорлы өмірді жазып қойған, мынандай қанішер, қарақшы билікті беріп қойған. Қазақ, бәрі өз қолыңда ғой. Құдайды алдай алмайсың. Құдай деген бір супер компьютер ол. Бүкіл кеңістік, аспан, тау, жер, әлем бәрі Құдайдың камерасы. Ол сенің жүрегіңдегі ойыңа дейін біледі. Ол миыңның қуысында, қатпарында не жатқанын біледі. Сенің көрген түсіңе дейін біледі ол Құдай.
Сен Құдайдың өнімісің, Құдай сені жасады, сенің не ойлап, не жоспарлағаныңа дейін біледі. Сен осы арамза бықсық, ауырдың асты, жеңілдің үстімен жан бағып, ешкіні апа текен жезде деп күн көріп, жақсы өмір сүріп кетем, анадан қорқып, мынаған жағымпаздан, мынаған жантақтап, жан бағам дедің ба, бітті. Өмір бойы сол жалтаң болып өтіп өтесің ғой, сорлы қазақ. Кеудеңді керіп күрессеңші, күрес алмасаң, кем дегенде қол көмек, мал көмек, ой көмек дейді. Қол көмегіңді бер, мал көмегіңді бер, ой көмегіңді бер. Ай, не айтам енді, күйіп кеттік қой, күйіп кеттік. Сосын айтып жатырмын енді, ренжімеңіздерші. Мынау Сан-Диего, Калифорнияға келіп, дем алып жүріп, қазақты ойлап, біраз ызада күйікте қатты айтып қалдым енді. Бетіме анау крем жағам деп ұмытып кетіппін. Қайсы күн бір жолдасымызбын дейді, бүгін кештеген ғой. Осыге бетің тура қып-қызыл болып күйіп кетіпті ғой дейді. Крем халал ма, харам ба деп соның фәтуасын сұрайын деп молдекеңдерден соны жақпап едім, күйіп кетті деп қойды. Сол шексіле сатып күліп жатыр. Енді демалам ғой деймін, соңғы кезде қатты заланып күйік болып жүрмін. Мына Фейсбуктың бізді бұғаттағанда күйік болды. Ютубтың айтып бізді шектеп, тежеп тастағанда күйік болды. Қазақ жатыр, әшейін рахат өзі, рахат қазақтарға. Болды ана бір ата жұрт күресіп жатыр ғой, Серікжан бар ғой, ата жұрттың жігіттері, қыздары бар, Бекзат бар, Қапар, Гүлжан бар, Тілек бар. Болды олар балашаға асырау керек ма? Ата жұрттықтар машинасы бензинмен жүрмейді, сумен жүреді, күннен батарейка алып жүре береді. Тамақ ішпейді олар су іше салса болып жүре береді міне. Ал біз Қытайға қарсы күресіп жатырмыз. Халықаралық дау қозғадық. Міне бүкіл әлемдік ағылшын тілді, Қытай тілді медианы шулатып жатырмыз. Қытай тілді десе ойлама, тек Қытай халық республикасы деп. Американың, Еуропаның Қытай тілді медиасын шулатып жатырмыз. Ағылшын тілді, Америка, Еуропаның ағылшын тілді медиасын шулатып жатырмыз. Ей, біз істеп жатырмыз. Біз мына теңсіз келісім шартқа қарсы тұрудағы мақсат не? Анау қой бағып жүрген, таксист болып жүрген, ана барахолкада тауар сатып жүрген, пысық боп Қытайға жантақтап, шекарада ыржақтап тауар тасып жүрген, ата жұртты құрысын, біз саясатқа кірмейміз деп жүрген, сен ертең бас салып Қытайға қайтармасын деп, сен үшін біз шырылдап жүрміз. Ал сен рахаттанып, өзгініңді өзің күйттеп жүрсің, сорлы қазақ. Бізден жасырарсың, туысыңнан жасырарсың, жора жолдасыңнан жасырарсың, қойныңдағы қатыныңнан жасырарсың, бірақ Құдайдан жасыра алмайсың ғой. Осы бықсық, арам, сатқын, екі беткей, табансыз, бүрсіз ниетіңді, ындыныңды Құдайдан жасыра алмайсың ғой, қазақ. Осы бірік алмайтыныңнан, күрес алмайтыныңнан миллиондап қырылдың ғой. Енді ойланатын кезің келді.